Сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсіз достым. Менің атым Омар. Мен класстамын. Балдар, бүгін сендермен іс тәжірибе жұмысын жасағым келіп тұр. Балдар, мына алдарында тұрған не ол? Ағаш. Ағаш, жарайсыңдар. Қазір жылдың қай мезгілі? Күз мезгілі, жарайсыңдар. Ал күзде ағаштардың жапырақтары қандай болады? Көз айтасыңдар, түрлі түсті болады. Бірақ енді балдар, осы ағаштың жапырақтарын біз бүгін көпіршіту арқылы әжімдеп жасайық. Ол үшін бізге қажетті заттар ас содасы керек мына балдар бізге. Одан кейін лимон қышқылы керек. Тағы неміз бар біздің? Боялған суларымыз, боялған суларымыз бар. Бұл жерде қандай түстер? Жарайсыздар. Олай болса, мына сендердің ағаштарының жоғарғы жағына бөлігіне мына ас содаларын қасықпен салып шығыңдар өздерің. Жоғарғы жағына. Балдар, енді біз ас содасын салып болдық. Ас содасымен мына боялған суларымыз әрекеттесу үшін біз мына лимон қышқылын осы суларға саламыз және жақсылап араластырып шығыңдар. Жарайды ма? Мен салып шығайын. Омар, қане не пайда болды? Көпіршік пайда болды, иә? Химиялық әрекет пайда болды, құя ғой. Жарайсың, Анель. Тамызайын түрлі түсті боялады. Құясың. Қатты пайдаланасың ба? Қараңдаршы, Анеля, сенікі күздік ағашқа ұқсады ма?